Массасы 30 грамм мырыш, 200 миллилитр %% тұз қышқылымен тығыздығы 1,1 грамм миллилитр әрқайсысының қанша сутек бөлінеді? Бізге массасы мырыш 30 грамм берілген. Масса ерітінді тұз қышқылынікі 200 миллилитр. Көлемі ашқылардың 20%. Біз оны пайызын айырып 0,2 деп ала салсақ болады. Мысалға, бізде тығыздығы ашқылардың 1,1 грамм миллилитр болса, біз тауып керек сутек газының көлемі. Біз ол үшін бірінші формуласын құрып аламыз. Мырыш қосылған ашқылар, мырыш хлор 2 қосылған H2. Және де алдына коэффициенттерін қойып теңестіріп шығамыз. Бұл жерде тек мына хлор 2, сутек 2, мына жерде теңестіру үшін алдына 2 қойсақ. Біз масса ашқыларын тауып алуымыз қажет болды. Сол үшін көлемін көбейтеміз пайызға және тығыздыққа. Сол кезде 200 миллилитр көбейтеміз 0,2 көбейтілген 1,1 грамм миллилитрге масса ашқыларының 44 грамм шықты. Енді біз оның зат мөлшерін тауып алуымыз керек. Ашқылардың зат мөлшері 44 граммды бөлеміз 36,5 граммдан моль бар. Сол кезде бізде 1,2 моль шықты. Біз мына жерде коэффициенті 2 болғандықтан біз мына жақта оны мына 1 болғандықтан оны бөліп 0,6 деп алдық. Енді біз мырыштың зат мөлшерін тауып алуымыз керек. 30 граммды бөлеміз 65 граммдан моль бар. Сол кезде 0,46 моль шығады. Енді біз сутек газының көлемін тауып алуымыз керек. Сутек газының көлемін қалыпты жағдайда 22,4 литр мольға көбейтеміз. Сол кезде 0,46-ны көбейтеміз 22,4 литр мольға 10,304 литр шығады. Не үшін 0,6 моль алмадың? Себебі біз ең аз көлемін алып алуымыз керек. Ең аз зат мөлшерін алуымыз қажет еді. Дұрыс, молодец.